Сәлем достар. Жаңғақтардың пайдалы тіске басар екенін жиі айтамыз. Бүгін бадам жаңғағына жеке тоқталайын дедік. Оның адам ағзасына пайдалы 10 қасиеті бар екен. Бадам протеин көзі. Бір уыс бадамда ақ уыздың күндізгі нормасының 1/8 бөлігі бар. Сондықтан етті қажетті мөлшерде жемейтін немесе мүлдем жемейтін адамдарға бадам жеуді ұсынады. Холестерин тепе-теңдігін сақтайды. Көптеген зерттеулер бадам қандағы қалыпты холестерин деңгейін ұстауға көмектесетінін анықтаған. Бадам жаңғағы Е дәруменінің көзі. Бір уыс бадам жаңғағында Е дәруменінің күндізгі нормасының 37% бар. Е дәрумені жасушалардағы холестерол қышқылдануын алдын алып, ол өз кезегінде жүрек ауруларынан қорғайды және Альцгеймер ауруын алдын алады. Сондай-ақ Е дәрумені тері жасушаларын қорғап, әжімнің ерте пайда болуын алдын алады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Егер жаңғақтар сіздің калория нормаңызға сәйкес келсе, бадамды тамақтану үлесіңізге қосу арқылы арықтай аласыз. Қатерлі ісіктің және жүрек ауруларының пайда болу қаупін төмендетеді. Күніне 50 грамм бадам жеу қан жүретін тамырлар қабырғасын қатайтады. Қандағы антиоксиданттар деңгейін арттырады және артериялық қысым мен қан ағымды жақсартады. Ұйқы сапасын жақсартады. Бадам, магний, кальций және мелатонин көзі. Ол бұлшықеттерді босатуға және жақсы ұйқыға ықпал ететін жаңғақ. Қандағы қант тепе-теңдігін сақтайды. Қант диабетін алдын алуда бадам жаңғағының пайдасы бар. Жаңғақта магнийдің жоғары мөлшері қандағы қант деңгейіне жақсы әсер береді. Ішектер денсаулығын жақсартады. Бадам, жаңғақ немесе май түрінде құрамындағы пробиотиктің арқасында ішектер микрофлорасына жағымды әсер етеді. Шаш пен тері саулығын сақтайды. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.